Сәлем достар, біз бүгін бауырдан өте дәмді және тез жасалынатын рулет жасайтын боламыз. Ол үшін видеодағыдай бауырды орташа көлемде турап блендердан өткізетін боламыз. Кейіннен бір ыдысқа бауырымызды құйып алып, дәміне қарай тұзымызды салып араластыратын боламыз. Артынан кішкентай қасықпен жарты қасық ас содасын саласыздар, әбден араластырасыздар. Кейіннен бір жұмыртқа салып араластырасыздар. Үлкен қасықпен бір қасық қана ұн қосып, жақсылап араластырып, формамызға құятын боламыз. Кейін осылайынан бір келкі қылып жайып шығатын боласыздар. Салмасына майымызды құйып алып, пиязымыз бен сәбізімізді әбден қызарғанша қуыратын боласыздар. Бауырдың өзін 180 градуста қызып тұрған пешке салатын боласыздар. Піспегендігін шпажка арқылы тексересіздер. Кейін осылайынан духовкадан шығара салып, осылай видеодағыдай орайтын боласыздар, және де суыққа қойып қоятын боласыздар. 20 минутқа қойып қоясыздар. Кейіннен салмамызды ішіне салатын боламыз. 20 минуттан кейін алып, бірінші майонез жағып шығасыздар бір келкі қылып. Майонезге осылай майда етіп туралынған чеснокты салатын боласыздар. Кейін осылай сәбізіміз бен пиязымызды салып, рулет қылып орап, холодильникке 1 сағатқа қойып қоясыздар. Солай біздің бауыр рулетіміз дайын болады. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, қыздар. Ас болсын.